Қайырлы күн 4-ші сыныптың оқушылары. Сіздерді 16-17 желтоқсан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Еліміз аман болсын. Бүгін біз сіздермен балалар математика пәнін бастаймыз. 70-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер, яғни өткен сабақтарды қайталау. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз балалар. Бізге әртүрлі өрнектер берілген. Сосын жанында әріптер бар. Осыларды есептеп, балалар кіші саннан бастап жоғары санға дейін, яғни өсу ретімен орналастырамыз. Сонда біз Әлия тұратын қалада қандай фабрика екенін білеміз. Сонда қандай фабрика бар балалар Әлия тұратын қалада? Дұрыс айтасыздар, тоқыма фабрикасы бар. Олай болса сабақты жалғастырайық. Келесі екінші тапсырма. Екінші тапсырма 106-шы беттегі оқулықтағы 106-шы бетті ашып қараймыз. Бізге сызба берген. Сол сызба бойынша мәтін есеп құрастырамыз. Сосын оның шешуі мен жауабын анықтаймыз. Киім тігетін шеберханада 90 дана шалбар және 60 жейде тігілді. Жейдеге қарағанда шалбарға 60 метр мата артық кетті. Шалбар мен жейденің әр қайсысына және барлық киімге қанша метр мата кеткенін тап. Бізде есеп балалар не туралы? Дұрыс айтасыздар, киім туралы, яғни шалбар мен жейде туралы. Есепте не белгілі? Шалбардың саны белгілі және жейденің саны белгілі. Және сонымен қатар жейдеге қарағанда шалбарға 60 метр мата артық кеткені бізге белгілі. Енді бізде есепте нені сұрап тұр балалар? Осы киімдердің әр қайсысына қанша метр мата кеткенін тап дейді. Және барлығына қанша метр мата кеткенін табамыз. Ол үшін балалар бірінші 90-нан 60-та азайтамыз. 30 шығады. Сонда бізде шалбар 30-ға артық жейдеге қарағанда. Енді соны бөлеміз. 60-ты 30-ға бөлеміз. Өйткені бізде балалар 60 метр артық мата кетті ғой шалбарға. Міне сондықтан біз 60-ты 30-ға бөлеміз. 2 метр. Енді орнына қойып тексерейік. 2 метр мата кетті. Мысалға, әр қайсысына 2 метр кеткенде, әуелі біз шалбарды есептейік. Шалбар 90 шалбар бар, оның әр қайсысына 2 метрден кеткенде 180 метр мата кетеді. Ал жейдеге 120 метр мата кетеді. Сонда барлығы киімдерді тігу үшін 300 метр мата жұмсаған. Есепті жазып аламыз балалар. Жақсы, жалғастырайық. Енді келесі үшінші есеп. Бұл да осындай мәтін есеп. Бір көзеші 1300 теңге, ал екіншісі дәл сондай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші көзеші 2 бұйым кем жасаған болса, олардың әр қайсысы қанша бұйымнан жасаған? Есеп не туралы балалар? Көзеші туралы, бұның жасаған бұйымдары туралы. Бізде не белгілі есепте балалар? Олардың тапқан табыстары белгілі, яғни бірінші көзеші 1300 теңге тапса, екіншісі 1950 теңге табыс тапты. Тағы не белгілі балалар? Біз бірінші көзешінің 2 бұйым кем жасағанын білеміз. Екінші көзешіге қарағанда. Есепте нені сұрап тұр? Дұрыс айтасыздар, әр көзешінің қанша бұйымнан жасағанын сұрап тұр. Олай болса балалар бірінші ажыратып аламыз. 1950-ден 1300 азайтсақ 650 шығады. 650 мен 2-нің бөлінісі 325. Енді орнына қойып тексерейік балалар. Бірінші көзеші 1300 теңге табыс тапса, әрқайсысы 325 теңгеден болғанда онда ол 4 бұйым жасады. Ал екінші көзеші 1950 теңге табыс тапты. 325-ке бөлсек, бұл 6 бұйым жасады. Есепте жазып аламыз балалар. Жақсы, сабақты жалғастырайық. 5-ші есеп бізде өрнектер. Көбейту бөлуге берілген өрнектер. Екі бағанға бөлу орындаймыз балалар.
Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға жазыламыз, достарымызға жіберуді ұмытпаймыз. Балалар, бұл каналға жазылып қойсаңыздар, кез келген тақырып, өткен сабақтарда не ұмыт қалдыңыздар, соны кез келген уақытта интернетте ашып жүріп қарай аласыздар. Сау болыңыздар балалар.